Мен Ерсайынова Аяулым, Оралхан Бөкей атындағы нөмірі 44 лицейінің 6 сынып оқушысымын. Мен сіздерге елордамыздың көрікті жерлерін атап өткім келеді. Астана, Қазақстан Республикасының елордасы. Қала 1998 жылы 10 маусымда Астана мәртебесін алды. Бәйтерек монументі әлемде теңдесі жоқ бірегей ғимарат. Бәйтерек мұнарасы биіктігі 150 метр. Қазақстанның жас және дамып келе жатқан астанасын бейнелейді. Мұнара үлкен шармен жабылған. Оның түсі жарықтандыруға байланысты өзгереді. Мұнараның тамырында жер астына 4 метр созылатын төменгі қабаттар, аквариумдар, кафелер мен галереялар бар. Астананың символы Хан Шатыр. Сэр Фостердің тағы бір архитектуралық қиялының көрінісі және Астананың жаңа символы Хан Шатыр сауда ойын-сауық кешені болды. Оның ғимараты алып шатырға ұқсайды. Хан Шатыр аумағында ауданы 127 мың шаршы метр. Дүкендер, кафелер, мейрамханалар, кинотеатрлар, тіпті жасанды жағажайы бар аквапарк және толқынды бар бассейндер бар. Бірақ Хан Шатырдың басты ерекшелігі Мальдив аралдарынан тропикалық климаты мен қарлы құмы бар жағажай курорты.